Қалайша үлескерге алданып қалмауға болады? Бірінші қадам – құжаттарды тексеру. Екінші қадам – шарт жасасу. Үшінші қадам – шартты тіркеу. Құрылыс кезеңінде үлескерлердің қаражатын тарту үшін құрылыс салушыда болуы керек шарттар. Әкімдіктің рұқсаты немесе Қазақстан тұрғын үй компаниясы акционерлік қоғамының кепілдігі. Құрылыс сатысында тұрғын үйді сатуға рұқсат етіледі, егер стандартты нысандағы үлестік қатысу шарты жасалса. Салынып жатқан тұрғын үйді сатып алуға арналған басқа шарттар заңсыз. Яғни, брондау, инвестициялау, алдын ала сатып алу және сату шарттары. Қол қойылған үлестік қатысу шарты әкімдікте қазреестр ақпараттық жүйесі арқылы тіркелуге тиіс. Үлестік қатысу шартын тіркеу фактісі бойынша көшірме беріледі. Құрылыс салушыдан үлестік қатысу шартын тіркеу туралы көшірмесін талап етіңіз. Қазақстан тұрғын үй компаниясы. Тек заңды үлестік құрылысқа қатысыңыз.